Turkey. 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 Барлығыңа сәлем. Осыдан бір ай бұрын әрең дегенде 18-ге толдым. Және загран паспортымды қолыма алдым. Одан соң әрине ең бірінші билет іздестім. Билетті мен Flyers компаниясы арқылы алдым. Яғни оның приложениесін басып алдым және бір ай алдын билет алып қойған болатынмын. Ол билет маған небәрі 62.350 теңгеге шыққан болатын. Қазіргі бағалары басқаша, өйткені қазір сезоны жаз келгендіктен. Плов, чтобы покушать. Ой, позавтракать. Thanks, man. Жолыңыз болсын. Самолет жайлы бір блогым шығатын болды. Сөйлесесің ғой? Біз енді ұшаққа отырайын дедік. Это же явно. Кешігіп жүрекеміз ғой. Бірінші келіп алғанбыз ғой, еще. 5 сағат бұрын. Салмаймыз, иә? Come on board this Flyer Sound service. Please take the seat according to your boarding pass and place your smaller belongings under the самолета. Ladies and gentlemen, please can we have your attention? Istanbul. Ана жақтың барлығы қаласы. Өлке қала. Ең үлкен аэропорт па осы? Бүкіл Америка, бүкіл осы жаққа. Airport Sabiha, Gokson. Это у нас аэропорт. Короче, мында сим-карта алып алдық. Сим-карта алуға болады екен. Қандай жетейін? Үлкен автобусы баратын болдық қалаға. Önde. Достар, біз қателестік, бұған мінбей дегенбіз. Тағам мінбей сияқты. Бұны автобусқа мінбейді, ол қоя бермедер. Стабилизатор сатып алу керек.
картамын, мен картамын. Ол карта, ол карта. Таксим көшесінің ортасында Республика монументі орналасқан. Бұл монументті Мұстафа Кемал Ататүрікке және де оның мұрагерлеріне арнап салдырылған. Таксим площадінен Галатаға бару үшін 20 минут кетеді. Ол үшін біз Истекляль көшесі арқылы жүреміз. Ал қазір Истекляль көшесінің вайбын қараңыздар. Бұл жер типа маленький базар, өте барлығы брендовый киімдер и өте көп туристар. Здесь мы в таком виде покушали. У нас шопинг. Негізі көп киімді ыстырса аламыз деп көп алып келмей келеді. Нашақ бір әлем ғой. Нашақ уже бір бөлек әлем ғой. Француз ма, баск ма. Достар, біз сол Нихан мен Кемальдің жеріне келді. Олар осы отан деген кафеге келіп тамақтанған. Тура осы жерде Нихан мен Кемаль келіп кино түсірген. Өте атақты Нихан мен Кемаль үшін.